Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін 3-ші сыныптың математикасынан 119-шы сабақты қарастыратын боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз разрядтан 2 рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Ұлы суретшілер. Сен жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдануды үйренесің. Ары қарай бірінші есепті қарастырып кетейік, балалар. Олай болса, бізге бірінші есепте былай дейді. Жауаптары бірдей өрнектерді тап. Сонда сен әлемге танымал картиналардың авторларын білетін боласың дейді. Иван Шишкин, Виктор Васнецов, Ван Гог деген әлемге танымал картиналардың авторлары берілген екен. Енді мына жерде сол кісілердің картиналары берілген. Енді осы қай кісінің картинасы қайсысы екенін табу үшін біз бірдей өрнектердің жауаптарын табуымыз керек. Қай жауап бірдей болса, ендеше сол кісінің, сол картинаның авторы сол кісі деген сөз. Ендеше олай болса бастайық. Балалар 165-ті 3-ке бөлеміз, бағандап. Ендеше біз бірден толымсыз бөлінгіш анықтай алмаймыз, сондықтан 16 санын толымсыз бөлінгіш етіп анықтап аламыз және бөлімдіге мән береміз. 16-ның ішінде қанша 3 бар екенін есептеп алуымыз керек. 16-ның ішінде 5 3 бар. Осы 5-ті мына 3-імізге көбейтемін, сонда 15 болады. 16-дан 15-ті азайтамын, 1 болады. Мына 5-ті осы 1-дің қасына түсіремін, сонда 15 деген сан шығады. Біз тағы да 5-тен береміз, себебі 15-тің ішінде 3 5 рет кездеседі. 15-тен 15 азайтамын. 3-ті 5-ке көбейтсек 15. 15-ті 15-тен азайтсақ 0 болады. Ендеше есебіміз дұрыс деген сөз. Және мына жерге мен 55 деп жазып қоямын. Есептің жауабын осы жерге жазып қояйық. Ары қарай келесі есеп. Келесі есепте балалар бізге 325 санын 2-ге көбейт дейді. Ендеше біз 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейтсек, бірлігінен бастап көбейтетінін білеміз, балалар. Олай болса, біз 5-ті 2-ге көбейтсек 10 болады, 0-ін жазамын. 1 ойда. 2-ні 2-ге көбейтемін 4, ойдағы мен 5. 3-ті 2-ге көбейтемін 6. Сонда 650 деген сан шығады, мына жерге жазып қоямын 650. Ары қарай балалар бізге 800-ден 345-ті азайт дейді. Ендеше бағандап азайтатын болсақ, 0-ден 5 азайтуға келмейді, сондықтан 8-ден қарыз береміз. Мұнауымыз бір санға кеміп қалады, сонда бұл 9 болып қалады, балалар. 10-нан 5 аламыз, 5 болады. 9-мыздан 4 аламыз, тағы да 5 болады. Мұнауымыз бір қарыз берген соң азайып қалды, сондықтан бұл 7 болып қалды. 7-ден 3 аламын, 4 болады. Сонда 455 деген сан шығады. Төбесіне 455 деп жазып қоямын. Ары қарай. Келесі балалар бірінші картинаны есептейміз. 900-ден 250-ді азайтамыз. 0-ден 0 азайтамыз, 0 болады. 0-ден 5 азайтуға келмейді, сондықтан 9-дан қарыз беремін. 9-мыз 8 болып қалды, мына жерде 10 болды. 10-нан 5 аламыз, 5 болады. 8-ден 1 қарыз берген соң кеміп қалды. 8-ден 2 аламын, 6 болады. Сонда 650 деген сан шығады. Төбесіне жазып қойдым. Келесі есеп балалар бізге 91-ді 5-ке көбейт дейді. 1-ді 5-ке көбейтсем 5 болады. 9-ды 5-ке көбейтсем 45 болады. Сонда 455 деген сан шығады. Келесі есеп. Бізге балалар келесі есеп азайту амалына берілген екен. Біз 0-ден 5 азайта алмаймыз, сондықтан 1-ден қарыз береміз. Сонда 10 болады, 10-нан 5 аламыз, 5 болады. Мұнауымыз бір санға кеміп қалды, бұл 9 болды. 9-дан 4 аламыз, 5 болады. Сонда бұл жерде 55 деген сан шығады.
төбесіне жазып қойдым. Ендеше балалар, сәйкестендірейік. Иван Шишкиннің салған картинасы Қарағайлы ормандағы таң деген картина екен. Ары қарай Виктор Васнецовтың картинасы Аленушка. Виктор Васнецовтың картинасы Аленушка деп аталады екен. Ары қарай Ван Гог суретшіміздің картинасы Күнбағыстар деп аталады екен. Ван Гог суретшінің картинасы Күнбағыстар деп аталады екен. Олай болса балалар, нөмір 2-ші есептің А есебіне қарайық. Көбейтудің қалай орындалғанына қара дейді. 185 санын 4-ке көбейткен. Бұнда бірінші көбейткішіміз 185, екінші көбейткішіміз 4 болып келеді. Енді осы сандарды көбейткенде, біз бағандап көбейткенде былай жасаймыз балалар. Әуелі бірліктерді көбейтіп аламын. Бұл санның, яғни мына бірінші көбейткішіміз 3 разрядтан тұрады. Бұнда 100-дік, 8 ондық және 5 бірлік бар, балалар. Бұнда енді 5 бірлікті біз 4-ке көбейтіп аламыз. 5-ті 4-ке көбейткенде 20 болады. 0-ін жазамын, 2-сін ойға сақтаймын. Ары қарай енді ондықты көбейтемін. 8-ді 4-ке көбейтсек 32 болады. Ойдағы 2-мен 34 болады. 4-ін жазамын, 3-ін ойға сақтаймын. Ары қарай 4-ті 1-ге көбейтемін. 4, ойдағы 3-мен 7 болады. Сонда 740 деген сан шығады екен. Енді балалар, біздер білеміз, көбейту амалын кері амалмен тексереміз. Ендеше бөлу амалымен қалай тексереміз? Бөлудің қалай орындалғанына қараймыз. 740 санын 4-ке бөлеміз. 740 деген 3 таңбалы сан, ал 4-іміз бір ғана таңбалы сан. Ендеше біз әуелі толымсыз бөлінгішін анықтап аламыз. 7 саны 4-ке бөлуге келеді, сондықтан толымсыз бөлінгішін 7 деп аламыз. 7-нің ішінде бір ғана 4 бар, сондықтан бөліндіге 1 беремін. Осы 1-ді 4-ке бөлсек 4 болады. 7-ден 4-ті азайтсақ 3 болады. 3 енді 4-ке бөлуге жетпейді, сондықтан мына қасындағы 4 ондықты мына жерге 4 етіп түсіремін. 4-ті түсіремін, сонда 34 деген сан болады. Осы 34-тің ішінде 8 4 бар. Бөліндіге 8-ді беремін. 8-ге 4-ті көбейтемін, 32 болады. 34-тен 32-ні азайтсақ 2 болады. 2 деп жазып қойдық. Енді әрі қарай 2 4-ке бөлуге жетпейді, сондықтан мына 0-ді келіп мына жерге төменге түсіремін, сонда 20 деген сан шығады. Ал 20-ның ішінде 4 5 рет кездеседі, сондықтан бөліндіге 5 санын беремін. Ары қарай осы 5-ті 4-ке көбейтсек 20, 20-дан 20-ны азайтсақ 0 болады. Есеп дұрыс шықты. Сонда бізде балалар 185 деген сан шығады екен. Ендеше балалар, әрі қарай нөмірі 3-ші есепті қарастырайық. Өрнектерді баған түрінде жаз және есепте дейді. Тексеруді орында дейді. Біз көбейту амалымен берілсе, бөлу амалымен тексеруіміз керек. Ал егер бөлу амалымен берілсе, көбейту амалы арқылы тексеруіміз керек. Көбейтуді баған түрінде есептеп көрейік. 275-ті 3-ке көбейтемін. 5-ті 3-ке көбейтемін. Манағы ережені есімізге түсірейік. Бізге 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейт дейді. 200-діктен 7 ондықтан және 5 бірліктен тұрады. Бұндағы 5 бірлікті біз 3-ке көбейтіп аламыз. Өйткені әуелі бірлігінен бастап көбейтеміз, балалар. Олай болса, біз 5-ті 3-ке көбейтсек 15 болады. 5-ін жазамын. 1-і ойда. 7-ні 3-ке көбейтемін 21.
ойдағы 1 мен 22 болады. X'ін жазамын, X'і ойда. Ары қарай 2-ні 3-ке көбейтсек 6, ойдағы 2 мен 8 болады. Сонда бұл жерде 825 деген сан шығады екен. Мына жерге 825 деп мәнін жазып қояйық. Ары қарай осыны енді тексерейік. Тексерген кезде балалар бізге мына санымыз дұрыс шығу керек, қалдықсыз шығу керек. Ендеше 825 санын әуелі біз толымсыз бөлінгішін анықтап аламыз. 8 саны 3 санына бөлуге жетеді. 8 санының ішінде 3 2 рет кездеседі. 2-ні 3-ке көбейтсек 6 болады. 8-ден 6-ны алсақ 2 болады. 2 бөлуге жетпейді, сондықтан мына 2-ні әкеп мына жерге түсіретін боламын. Сонда 22 деген сан шығады. 22-ның ішінде 3 7 рет кездеседі. Осы 7-ні 3-ке көбейтсек 21 болады. 22-ден 21-ді азайтсам 1 болады. Осы 1-дің қасына мына 5-ті әкеп түсіремін. Сонда 15 деген сан шығады. 1-ді түсірдім. 15-ті 3-ке бөлсек, бұл 15-тің ішінде 5 рет 3 кездеседі. Сондықтан 5-ті жазамын. 5-ті 3-ке көбейтсек 15 болады. 15-тен 15-ті азайтсақ, олар 0 болады. Сонда бізде 275 саны шықты. Ендеше есебіміз дұрыс деген сөз. Бізге келесі есеп балалар бөлу амалына берілген 395 санын 5 санына бөледі. Баған түрінде бөлеміз. Толымсыз бөлінгішін анықтаймыз. 3 толымсыз бөлінгішке жетпейді, сондықтан 39 саны толымсыз бөлінгіші болады. 39 санының ішінде 5 7 рет кездеседі. 7-ні бөліндіге жазамын, және осы 7-ні 5-ке көбейтсек 35 болады. 39-дан 35-ті азайтсақ 4 болады. Осы 4-дің қасына 5-ті түсіремін, сонда 45 болады. Ал 45-тің ішінде 5 9 рет кездеседі. 9-ды 5-ке көбейтсем 45 болады. 45-тен 45-ті азайтсақ, олар 0 болады. Ендеше мына жерде 79 деген сан шығады екен. Енді балалар 79-ды 5-ке көбейтіп, біз тексеріп алайық. 79-ды көбейтемін 5-ке. Әуелі бірлікпен бірлікті көбейтіп аламын. 9-ды 5-ке көбейтсек 45, 5-ін жазамын, 4 ойда. 7-ді 5-ке көбейтсек 35, 4-ті қосамын, сонда 39 болады. Сонда 395 деген сан шығады. Есебіміз дұрыс деген сөз. Келесі есеп балалар 123 санын 4-ке көбейт дейді. Ендеше бірлігінен бастап көбейтеміз. 3-ті 4-ке көбейтсек 12, 2-сін жазамын, 1 ойда. 2-ні 4-ке көбейтемін 8, ойдағымен 9. 4-ті 1-ге көбейтемін 4. Сонда 492 деген сан шығады. Енді балалар бізге тексеру керек. Сол үшін 492-ні 4-ке бөлемін. 4-тен толымсыз бөлінгіш анықтаймын. 4-ті 4-ке бөлсем 1 болады. Бөліндіге 1 жазамын. Осы 1-ді 4-ке көбейтсек 4 болады. 4-тен 4-ті азайтамыз, 0 болады. 0-дің қасына 9 түсіреміз. 9-ның ішінде 4 2 рет кездеседі. Бөліндіге 2 беремін. 2-ті 4-ке көбейтсек 8. 9-дан 8-ді аламын. 1 болады. 1-дің қасына 2-ні түсіремін. Осы 12-ның ішінде 4 3 рет кездеседі. 3 жердегі 4-дің 12, 12-ден 12-ні азайтсақ 0 болады. Сонда бізде 123 деген сан шығады. Мына жерге 123 саны неге? Сондықтан есебіміз дұрыс деп галочка қояйық. Енді балалар бізге келесі есеп 184 санын 5 санына көбейт дейді. Әдеттегідей
бірлігінен бастап көбейтемін. 4-ті 5-ке көбейтсең 20 болады. 0-ін жазамын. X ойда. 8-ті 5-ке көбейтемін. 40. Ойдағы мен 42. X-ін жазамын. 4 ойда. Ары қарай 5-ті 1-ге көбейтемін. 5 болады. Ойдағы 4 пен 9 болады. Мына жерге 9 деп жазамыз. Сонда 920 деген сан шығады. Мәніне 920 деп жазып қоямын. Енді тексерейік. 920-ны 5-ке бөлемін. Томсы бөлінгішін анықтаймын. 9-ның ішінде 5 бір рет кездеседі. Сондықтан бөлімдіге 1 беремін. Осы 1-ді 5-ке көбейтемін. 5 болады. 9-дан 5-ті азайтамын. 4 болады. 4-тің қасына мына 2-ні түсіремін. 42 болады. 42-нің ішінде 5 8 рет кездеседі. Осы 8-ді 5-ке көбейтсек 40 болады. 42-ден 40 алсам 2 болады. 2-нің қасына 0-ді түсіремін. 20-ның ішінде 5 4 рет кездеседі. Осы 4-ті 5-ке көбейтсек 20 болады. 20-дан 20-ны азайтсақ 0 болады. Қалдықсыз шықты. Ендеше 184 санымыз шығып тұр. Есебіміз дұрыс. Олай болса балалар, келесі есеп 144 санын 2-ге көбейтемін. Әдеттегідей бірлігінен бастап көбейтемін. 4-ті 2-ге көбейтсем 8 болады. 4-ті тағы да 2-ге көбейтемін. Тағы да 8 болады. 2-ні 1-ге көбейтемін. 2 болады. Сонда 288 деген сан шығады. Енді балалар, бөлу амалы арқылы тексереміз. 2-ні томсыз бөлінгіш етіп анықтаймыз. 2-нің ішінде 2 бір рет кездеседі. Сондықтан бөлімдіге 1 санын беремін. Осы 1 санын 2-ге көбейтсек 2 болады. 2-ден 2-ні азайтсақ 0 болады. Енді ары қарай бізде 8-ді төменге түсіреміз. 8-дің ішінде 2 4 рет кездеседі. Сондықтан бөлімдіге 4 беремін. Осы 4-ті 2-ге көбейтсек 8 болады. 8-ден 8-ді азайтсақ 0 болады. Мына 8-ді тағы да түсіремін төменге. 8-дің ішінде тағы да 2 4 рет кездеседі. Тағы да бөлімдіге 4 санын беремін. Сонда 2-ні 4-ге көбейтсек 8 болады. 8-ден 8-ді азайтсақ 0 болады. Ендеше есебіміз дұрыс. 144 саны шықты. Келесі есеп балалар бізге 188-ді 2-ге бөл дейді. Енді томсы бөлінгішін анықтаймын. Бір томсы бөлінгішке жетпейді. Сондықтан 18-ден беремін. 18-дің ішінде 2 9 рет кездеседі. Осы 9-ды 2-ге көбейтсек 18 болады. 18-ден 18-ді азайтсақ 0 болады. Енді төменге 8-ді түсіремін. 8-дің ішінде 2 4 рет кездеседі. Осы 4-ті 2-ге көбейтсек 8 болады. 8-ден 8-ді азайтсақ 0 болады. Сонда 94 деген сан шығады. Енді балалар бөлу амалы арқылы тексеруіміз керек. Көбейту амалы арқылы тексереміз. 94-ті 2-ге көбейтемін. Әдеттегідей бірлігінен бастап көбейтуді бастаймын. 4-ті 2-ге көбейтсек 8 болады. Бірліктің астына жазамын. Ары қарай 9-ды 2-ге көбейтсек 18 болады. Сонда 188 деген санымыз шықты. Ендеше есебіміз дұрыс. Келесі есепте балалар бізге 126 санын 6-ға көбейт дейді. Біз әдеттегідей бірлігінен бастап көбейтеміз. 6-ны 6-ға көбейтсек 36, 6-сын жазамын. 3 ойда. Ары қарай 2 ондықты 6-ға көбейтемін. 12 ойдағы 3 пен 15 болады. 5-ін жазамын. 1 ойда. Ары қарай 6-ны 1-ге көбейтсек 6 ойдағы 1 мен 7 болады. Сонда бізде 756 деген сан шығады. Қасына жазып қоямын. Енді балалар біз көбейту амалын бөлу амалы арқылы тексереміз. 756 санын 6-ға бөлеміз. 7 томсыз бөлінгішке келеді, жетеді. Сондықтан 7-ден томсыз бөлінгішті анықтаймын.
7-нің ішінде 6 бір рет кездеседі. Осы 1-ді 6-ға бөлсем 6 болады. 7-ден 6-ны азайтсақ 1 болады. Осы 1-дің қасына 5-ті түсіремін. Сонда 15 деген сан болады. 15-тен 6-ны бөлетін болсақ, 15-нің ішінде 2 6 бар. Осы 2-ні 6-ға көбейтсек 12 болады. 15-тен 12-ні азайтсақ 3 болады. Осы 3-тің қасына мына 6-ны түсіремін. Сонда 36 болады. 36-ны 6-ға бөлсек, 36-ның ішінде 6 рет кездеседі. Осы 6-ны 6-ға көбейтсек 36 болады. 36-тан 36-ны азайтсақ 0 болады. Ендеше 126 деген санымыз шықты. Есебіміз дұрыс деген сөз. Келесі есеп балалар 249 саны мен 2 санының көбейтіндісі дейді. Біз баған түрінде есептейміз. Бірлігінен бастап көбейтеміз. 9-ды 2-ге бөлсек 18. 8-ді бірліктің астына жазамын. 1-і ойда деп ойға сақтап қоямын. Келесі 4-ді 2-ге бөлсеміз 8, ойдағымен 9 болады. Ары қарай 2-ні 2-ге бөлсек 4 болады. Сонда 498 деген сан шығады. Мәніне жазып қоямын. Енді балалар біз бөлу амалы арқылы тексереміз. 498 санын 2-ге бөлсек, 4-тен толымсыз бөлінгішті анықтаймыз. 4-тің ішінде 2 рет кездеседі. 2-ні 2-ге бөлсек 4 болады. 4-тен 4-ті азайтсақ 0 болады. Төменге 9-ды түсіреміз. 9-дың ішінде 2 4 рет кездеседі. 4-ті 2-ге бөлсем 8 болады. 9-дан 8-ді азайтамын, 1 болады. 1-дің қасына мына 8-ді әкеп түсіремін. Сонда 18 болады. 18-дің ішінде 2 9 рет кездеседі. Сонда 249 деген санымыз шықты. Ендеше есебіміз дұрыс шықты. 9-ды 2-ге бөлсек 18 болады. 18-ден 18-ді азайтсақ 0 болады. Есеп қалдықсыз шықты. Балалар, келесі 4-ші есепте есепті шығар дейді. А есебі музейдің 5 залына 29 картинадан, ал 3 залына 37 картинадан қойылған дейді. Осы залдарға барлығы қанша картина қойылған дейді. Біз есептің шартын құрамыз, ары қарай шешумен жауабын табамыз. Олай болса балалар, 5 залға 29 картинадан, ал 3 залға 37 картинадан қойылған. Барлығы қанша картина дейді. Барлығы деген белгі фигуралар жақша қоямыз. Ары қарай біз есептің шешуін табамыз. Шешу осынте 5-ті 29-ға көбейтемін. Өрнек түрінде шығарады. 29-ға қосамын 3 пен 37-нің көбейтіндісіне. Балалар, енді бізде осындай өрнек шығады. Өйткені 5 залға 29 картинадан деді. Сондықтан әр қайсысына 29 картинадан 5 залға қойылған екен. Ал 3 залға әр қайсысына 37 картинадан қойылған екен. Сонда біз 29-ны 5-ке көбейтетін боламыз. Баған түрінде есептейміз. 29 көбейтілген 5. Бірлігінен бастап көбейтемін. 5-ті 9-ға көбейтсек 45. 5-ін жазамын 4 ойда. 2-ні 5-ке көбейтемін 10, ойдағымен 14 болады. Сонда 145 картина екен 5 залдағы барлығы. Келесі есеп, ары қарай келесі амалымыз бірінші амал мынау болады, балалар. Екінші амал мынау болады. Үшінші амалымыз мынау болады. Сонда бізде бірінші амал міне шықты. Келесі енді 37-ні 3-ке көбейтемін баған түрінде. Бірлігін көбейтемін. 7-ні 3-ке көбейтсем 21 болады.
бірін жазамын, 2 ойда 3-ті 3-ке көбейтемін, 9, ойдағымен 11. Сонда екінші амал 111 деген сан шығады. Келесі, енді осы екі санды бір-біріне қосуымыз керек, өйткені барлық картинаны сұрап тұр, иә балалар? Олай болса 145-ті 111-ге қосамын. 5-ке 1 қоссам 6, 4-ке 1 қоссам 5, 2-ге 1-ге 1 қоссам 2, сонда 256 деген сан шығады. Ендеше жауабымыз 256 екен. Осы жауап дұрыс. Сонда балалар, біз жауабына Ж қоснүкте денізден барлығы залдарға 256 картина қойылған деп толық жауап жазамыз. Мен мына жерге сыймайтын болғандықтан 256 деп жазып кетемін. Ал сендер осы залдарға барлығы 256 картина қойылған деп толық жауап жазуларыңа болады. Енді бізге балалар ә есебі берілген. Бізге ә есебінде сұрақты өзгертіп, алынған есепті шығар дейді. Олай болса, дәл осы мәліметтерді аламыз. 5 залға 29 картинадан, 3 залға 37 картинадан, қай залға артық картина қойылған деп есептің сұрағын қоятын болсақ, біз есептің шартын былай жазамыз. Яғни қайсысында артық деген белгіні осылай саламыз да, мына жерге сұрақ белгі қойып, артық деп жазамыз. Ендеше балалар есептің шешуін табамыз. Біз 29-ды 5-ке көбейтуіміз керек, өйткені 5 залда қанша картина бар екенін табуымыз керек. Келесі 37-ні 3-ке көбейтемін, және осы санды бір-бірінен ажыратуым керек, азайтуым керек. Өйткені қай залда артық екенін табуымыз керек, және қаншаға артық екенін тауып алсақ та болады. Сол үшін біз 3-ті 37-ге көбейтеміз. Мәнін шығарамыз. Сонда бізде бірінші амал мынау болады, екінші амал мынау болады, және үшінші амалымыз азайту болады. Тағы да баған түрінде шығарамыз. 29-ды 5-ке көбейтеміз. 5-ке көбейтемін. Бірлігімен бірлікті көбейтемін. Сонда 45. 5-і жазамын, 4-ті ойда. Тағы да 2-ні 5-ке көбейтемін, 10 ойдағымен 14, сонда 145 деген сан шығады. Бірінші амал. Екінші амалда біз 37-мен 3-ті көбейтуіміз керек. 37-мен 3-тің көбейтіндісі берілген. 7-ні 3-ке көбейтсек 21, 2-сі ойда. 3-ті 3-ке көбейтсек 9, ойдағы 2-мен 11 болады. Сонда екінші амал бізде 111 деген сан шығады. Енді біз қай залда артық екенін табу үшін азайтамыз. 145-тен 111-ді азайтамыз. Біз байқап тұрмыз, балалар, мына залда, бірінші залда артық екеніне, енді қаншаға артық екенін табуымыз керек. 5-тен 1-ді азайтсақ 4 шығады. 4-тен 1-ді азайтсақ 3 шығады. 1-ден 1-ді азайтсақ 0 шығады, жазбай қоюға болады. Сонда 34, бірінші залда 34 картина артық екен. 34 деп жауабына жазып қоямын. Және жауабын жазған кезде
біз толық жауап жазуымыз керек. Балалар мына жерге маған сыймайды, сондықтан 34 деп осы жерге жазып қоямын. Ал сендер толық жауап жазасыңдар. 5 салда 34 картинаға артық деп жауап жазамыз. Олай болса балалар, нөмір 5 есепте бізге есепті шығар дейді. А есебінде 5 қорапта 40 сықпа бояу бар. Ал 96 сықпа бояуды салу үшін осындай қанша қорап қажет болады дейді. Енді біз есептің шартын құратын болсақ, шарты қос нүкте 5 қорапта 40 сықпа бояу, 96 сықпа бояу, СБ деп қысқартып жатырмын. Қанша қорапқа сыяды? Сұрақ беремін. Енді балалар есептің шешуін табуымыз керек. Ол үшін балалар біз 40 сықпа бояуды 5 қорапқа салған, сонда біз бір қораптың ішінде қанша сықпа бояу бар екенін табуымыз керек әуелі. Сол кезде 96 сықпа бояуды қанша қорапқа салуға келетіні белгілі болады. 40-ты бөлемін 5-ке. 40-ты 5-ке бөлсек, балалар 8 болады. Сонда бір қораптың ішіне 8 сықпа бояудан кететін болған. Ары қарай 96 сықпа бояуды қанша қорапқа салуға келеді дейді. 96-ны бөлемін 8-ге. Енді бағандап бөлетін болсақ, 96 бөлінген 8. 9-ды томсыз бөлгіш ретінде аламын. 9-ның ішінде бір ғана 8 бар. 8-ді 1-ге бөлсеміз 8 болады. 9-дан 8-ді алсам 1 болады. 1-дің қасынан 6-ны өткіземін, сонда 16 болады. 16-ның ішінде 8 2 рет кездеседі. 2-ні 8-ге бөлсем 16 болады. 16-дан 16-ны азайтсам 0 болады. Сонда есептің мәні 12-ге тең. Ендеше 96 сықпа бояуды 12 қорапқа салуға болады екен. Жауабына 96 сықпа бояуды 12 қорапқа салуға болады деп жауабына жазатын боламыз. Келесі балалар, ә есебінде сұлба бойынша әртүрлі есептер құрастыр дейді. Балалар, бұл жерде бізге мынадай сұлба берген, яғни қанша данадан екен, мына жерге өзіміз мәліметтерді толтыруымыз керек, және барлығы қанша екенін табуымыз керек. Ал екінші сұлбада да сондай мәліметтерді толтырып, қанша данадан екенін жазып, және қаншасы артық немесе кем екенін айырмашылығын табуымыз керек. Әуелі өзіміз мәліметтерді толтырайық. Мысалға, мен былай мәлімет толтырамын. Мысалға, балалар, мен карандаш немесе басқадан мәліметтерді өздерің ала бересіңдер. Мен бояу түрінде алдым. Көк бояудан 23 данадан алады. Қызыл бояудан 92 данадан алады. Сары бояудан 7 данадан алады дедім. Енді барлығын табу үшін мен осы сандарды бір-біріне қосып шығуымыз керек. 23-ке 92-ні қосамын. 92-ні қосамын. Сол уақытта 3-ті 2-ге қосатын болсақ 5 болады. 9-ға 2 қосатын болсақ 11 болады. Оған 7-ні қосамын. 5-ке 7 қоссам 12 болады. 2-сін жазам, 1 ойды. 1-ге 1 қосам 2. Мына жерде 1 түседі. Сонда 122 дана бояу қажет екен. Ары қарай сол секілді мынандай мәліметтерге толтырып, өздерінің айырмашылығын тауып шығуларына болады. Мына жерге артық немесе кем деп мәлімет толтырып, ары қарай шешуін табамыз. Мінекей балалар, бүгінге осы. Егер де есеп және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, келесі достарына да осы видеоны таратуға болады. Сау болыңдар.